намаз оқып жүрген едім, тек таң намазда біраз үзіліп қалды. Бүгін қайта бастадым, қорқып жүрдім. Негізінде қорыққанда құлшылыққа жата ма дейді. Жатады. Құдайдан қорқу менен үміттің ортасында болу керек. Ғибадатшы. Қорқасың, қалай қорқпайсың? Қорқыныш неге жоқ? Қабір азабы, Алланың алдындағы сұрақ, сакратул маут, өлім беру, бір өлім сәтіндегі қиыншылық, бұл өмірден шығу оңай дүние емес ол. Оны ойланып барып, Алладыға деген қорқыныш, үміт пенен, қорқыныш пен үміт кешірімдігінің шексіз екенін біліп отырып, сол екі ортаға салып тұрып дұға қылсаң, құлшылық қылсаң жақсы болады. Арақ ішетін адамды, арағын қалай тоқтатамыз? Арақ ішетін адам шаршатты. Өзі қоятын ниеті болу керек, соны әрекеттер жасап көру керек. Қазір жаңағы нелер көп қой, амалдары. Оқытудан бастап, кодированияға жалғастырып, көп мәселе бар, көріңіздер. Дәрігерлер бар. Қазір жасанды интеллект арқылы қайтыс болған адамдарды тірілткен видеолар жасайды. Аллаға серік қосу емес пе? Себебі Алла ғана өлгенді тірілтеді ғой дейді. Егер сіздің бұл ойыңызға салатын болсақ, онда печеньеларға, печенье бар ғой, печеньеге сиырдың суретімен, қойдың суретімен, мультфильмнің суреттерімен печенье істеп жатыр ғой. Онда печенье де харам. Онда адам маймылды, хайуанды Құдай жаратады. Онда бидайды егу харам, өйткені бидайды Алла өсіреді. Өз өсіре бермей ме, не қыламыз біз егіп онда? Деген сияқты нәрсеге апарамыз. Ал енді тікелей адамдың суретін, өлген адамның суретін жасау болатын болса, кейбіреулер керегі жоқ дейді. Ол жаңа жасанды тірілту мақсатында емес. Сәл өтірік болады да енді бұл. Жаңағы мысалы бейтіндері. Бірақ баланы тәрбиелесе, меніңше, бұл менің өзім жеке пікірім. Егер өтірік нәрсе жасамаса, балаларына мысалы айтайық, арақ ішіп жүріңдер балаларымды, жарайды осы арақтарынан қоймаңдар десе, енді әлбетте харам үсте харам болар. Бірақ балаларына әйтеуір жақсы ниет қылып, қимылдап, сурет бүйтіп жағасын түзетіп қойып жатыр. Оны астарда мен де көріп жатырмын. Енді ол жаңағы бір харам, оңбаған нәрсе деп айтатын нәрсе. Өйткені сонша харам көбейіп кеткеннен кейін білмей қалдық өз не болатын. Күйеуім елдің қатыны ұқсап, неге жалмаңдап тұрмайсың? Мені салыстыра береді, сәтсіздігіне мені кінәлайды. Менің жақсылығымды бағаламай отыр, қарыздарын жауып жүрмін дейді. Еркек адам көп бағаламайды жаным. Үндемейсіз, қызметін жасай бер. Ерегіспей қойған. Намаз оқитын адамға темекі шегуге болады ма? Намаз оқитын адамға да болмайды, намаз оқымайтын адамға да болмайды. Мен намаз оқымаймын, мен темекі шеге беремін, мен арақ іше беремін, мен адам өлтіре беремін, мен өзім білемін деген болмайды. Сен намаз оқымасаң да темекі шекпе. Сен намаз оқымасаң да ұрлық қылма. Сен намаз оқымасаң да тәртіпті бұзба. Бұл бәрімізге ортақ. Намаз оқитындарға ғана деген түсім жоқ. Балам 8 ай болғанда шетінеді. Балаға жетілігі 40 дүние берілсе бола ма? Күнін белгілемей бір Құран оқытып, бір хидаят жаса, елге бір жаңағы жақсы бір амал Құран оқытып ас беріп қойсаңыз болады. Ешкім қарсы емес оған. Бірақ күнін санап 40-ы, 7-сі, жылдығы деген қажет жоқ. Сиқыр жасалған үйде береке бола ма? Қанша ақша тапсақ та берекесі болмай жатыр. Намаз оқып, дұға жасап жатырмыз. Не істеуге болады дейді. Берекеге көп нәрсе байланысты болады. Берекеге үйдегі ырыс, береке үйдегі ата-анаға құрмет, береке бауырмашылық, береке жағдай жоққа қарайласу, береке көп нәрсеге байланысты. Береке тек қана жаңа біз бір нәрсе болса, құдағи келді де долап кетті, подружкам келді де көре алмай бізді бәрімізді берекесіздікке тығып кетті деп біреуге жала жаппаңыздар, иә? Осы түрі жаман еді маған, осы түрі ұнамаушы еді, осы долап кетті ау бізді. Осыдан кейін болмай қалдық деген нәрсені кішкене азайтыңыздар, өйткені біреуге жала жабу болады ол. Анық білмегеннен кейін шайтан сондай ой салады. Ең жақсысы, әр нәрседе қайыр бар. Алла тағала бір жағынан алса, бір жағынан береді. Мысалы, жұмыс жүрмей жатса, денсаулықтарың жақсы шығар. Денсаулықтарың болмай жатса, Алла тағала жұмыс жүргізіп жатқан шығар. Алла тағала бір жағын ешкімді өлтіріп жатқан жоқ, ешкімді қаматып жатқан жоқ. Демек, әр нәрседе бір жақсылық позитивін шығарып үйреніңіздер. Құдайға шүкір десеңіздер, азидан лакум, Алла тағала көбейтем дейді. Өзім қарыздамын. Бір мал алып садақа жасап жіберсем, Алланың разылығы үшін болады ма? Өзің қарыз болса не қыласың? Қарызда құтылғаның жақсы емес па? Өзі қарызға
құтылған жақсырақ болады. Енем керіпкелерге көп барады. Неге дей ма? Өзінен сұра. Біріншіден, екіншіден, әйтеуір бір жұмыстар жақсы болса екен, неге қырсық болды деп кейбір аналар мейірімділіккен мақсатында жасайды, сондықтан меніңше оның қажеті жоқ. Енді оған ұрысып жағаласпай ақ қойсын. Аға, бауырларыма көп көмектесіп едім. Маған келгенде ешкім ештеңе істей алмай қалады. Қатты ренжідім дейді. Дұрыс, өткен Тоқтанаева, сен жауап күткен үшін істегенсің. Мен саған беремін, сен маған бересің. Сен жауап күтпесте. Сен Алладан істесең, олар саған бұл нәрсені ренжімеуге жақсы повод болады. Сен жаңағы мен істедім, содан кейін олар маған істеу керек. Мен бұған қайтардым, ол маған қайтарады деген. Сол екі пікір болғандығы үшін сенде сондай реніш көп. Сен ондайды жасама. Сен Алладан үміт етсең, олар берсе де бермесе де көңілің бір қалыпты болады, алтыным. Сонда ренішің аздау болады. Нұрана, қыз тәрбиесі жөнді айта кетіңізші дейді. Қыз тәрбиесі де, ұл тәрбиесі де, бұл өмірде ұрпақ тәрбиесі ең ауыр нәрсе. Бұны жеңген адам, дүниеде ең жетістікке жеткен адам, дүниені бағындырған адам сол болады. Чемпион болған, президент болған, бастық болған, министр болған, білмеймін, бай болған адам бұл өмірде жетістікке жеткен емес. Бұл өмірде жетістікке жеткен адам ұрпағын жетістіріп, тәрбиелеп, дұрыстап жолға салған адам ғана бұл өмірдің жетістігіне жетіп, Алланың ризалығына жеткен адам деп айтуға болады, егер ұрпақты дұрыс тәрбиелей алса. Ал егер ұрпағыңды дұрыс тәрбиелей алмасаң, тапқан медалың да, орденің да, атағың да, абыройың да бәрі қазақ айтпақшы бештейін. Ал енді тікелей қыз тәрбиесіне келетін болса, қыз тәрбиесі туралы мен астына түссеңіз, қыз тәрбиесіне 1 сағаттық аккаунтқа арнаған, 1 сағаттық ұл тәрбиесіне 1 сағат арнаған. Соны тыңдап шығыңыз. Аға, намаздан тағысындым. Неге сонша әлсізбін, өзімді жек көріп кеттім дейді. Қасыңыздағы адамдарыңыз, еліктегендеріңіз дұрыс емес. Сіздің талпынғандарыңыз дұрыс емес. Сіздің еліктеп, өзіңізге құнды деп есептеген адамдарыңыз дұрыс емес. Намазын тастаған адам, сен өзің намазын тастағандармен жүрсің. Намазын тастамағандар, намаздан бекем болғандармен жүрсең, содан жұғысады, ырыс жұғысады, нәсібе жұғысады, берекет жұғысады. Түсінікті ма? Сондықтан жақсы адамдарға жанас. Анау чемпион болған, бай бақуатты болғандар емес. Сен намазын қаза қылмаған чемпиондарға жақында. Соларға жақындасаң, солардан ырыс қонады. Енді намазын лақтырған адам, Алланы да лақтырған адам болады да, Алланы лақтырған адам сені оп-оңай лақтырып кетеді. Ауруды жоқ қылып жіберетін дұға бар ма дейді. Дәрігерге көріну керек. Дәрігерге көрініп, барлық дұғаларды оқи беріңіз. Болды, иншалла жеңесіз. Дұға, бірінші дәрігер, дұға, содан кейін бар өзің талпынасың. Үшеуі бір жерде. Соның дәрігердің айтқан рекомендациясын ұстайсың. Ки дегенін киесің, тақ дегенін тағасың, іш дегенін ішесің, жат десе жатасың. Өзімді білем демейсің. Дәрігермен ерегіспейсің, айтқанын істейсің, іш дегенін ішесің, жат деген жерден жатасың. Содан кейін жақсы болады. Дұғаны оқи бересің. 1 жылда оқылмай қалған намаздың қазасы қалай оқылады? Ең соңғы намаз деп оқи бересің бақса. Ең соңғы намаз деп. Оның датасын айтпайсың. Мысалы айтайық, 1 жыл бұрынғы февраль айының, тур өткен жылғы февраль айының 11, 12, 13 деп санамайсың. Ең соңғы таң намаз, ең соңғы ақшам намаздың қарызы, ең соңғы 5 намаздың парызы деп қазан оқып кете бересің, болды. Алматы облысында экошкола күндерін таңертең Библияны сөйлеумен бастайды. Заңды ма? Жоқ, ондай нәрсе жоқ, мүмкін емес. Библиямен бастайтұғын болса, ол заңмен қолданады. Мектептерде Библия, Құран, басқа нәрселермен дәріс жүргізуге болмайды. Егер анық жүргізген болса, оған жауапқа тартылады, директоры сотталып та кетуі мүмкін. Егер анық болатын болса, қай сабаққа болса да оны қолдануға болмайды. Магазин ашып жатырмыз. Сауда туралы исламда айтсаңыз. Сауда жақсы. Сауда дініміздегі халал болған бизнестің түрі, кәсіптің түрі жасасаңыз болады. Тек қана харам нәрсе сатпаңыз, адамдарды алдамаңыз, барды айтыңыз, болды. Ассаламағалейкум. Постоянно сырт елде жұмыс істейді балаларым, тәрбиесімен тек өзім
қарап шұғылданып отырмын. Әкесіне тәрбие беру шарт емес пе дейді. Әкесіне тәрбие беру шарт, бірақ енді сендерді асырайым деп, сені асыраймын деп, балаларым әйтеуір елден қалмасын деп жасап атқан еңбегінен Құдай берекесін берсін. Енді ол жүрген кезде саған үміт артқаннан кейін екеуің бір адам болып, сен оны жоқтылығын білдірмей, сен де жақсы жағына тәрбиелей бер. Әкеңді сыйла. Осы сендердің талтаңдап жүргендерің әкелерің арқасы. Әкелеріңе дұға қылыңдар, әкелеріңе сөз тигізбеңдер, әкелеріңнің атын былғамаңдар деп соны айтып, тәрбиелеп, Құран жаттатып, сүре жаттатып, үйдің қасына мешіттерге жіберіп, молдаларға жіберіп, мектептегі сабағын жақсы оқуына қадағалап. Бұл да сіздің міндетіңіз. Ол тек қана әкенің міндеті деген сөз емес қой. Нұрлан аға, әуелі Алла, екінші сіздің онлайн прямойыңызда бата берген сіз дейді. Үйлі болдым дейді. Сол кезде енді қайырлы машиналы болайын. Алдын ала үлкен. Алғысым шексіз дейді. Алла разы болсын. Ұстаз, 2-3 жасар балаларыма тәрбиені неден бастасам болады? Адал тамақтан. Адал тамақ сал аузына, өзің де аузыңа адал тамақ сал. На прошлой неделе в Туркестане раздавали книги по религии граждане Турции. Насколько это правильно? Когда я подошла, очень было интересно, что внутри содержимого они отказали. Вообще, знаете, все книги, которые издаваемые в Казахстане, либо привезенные в Казахстан, они должны быть проверены Духовным управлением Казахстана и также Комитетом по делам религии. Если есть соответствующее разрешение, оно должно обычно вписываться в первый лист, то в этом проблем нету. Какая бы книга ни была. Мы знаем, что книги Коран, другие книги, некоторые книги печатаются в Турции, в этом проблем нету. Турция наша была, как говорится, дружественная страна, но есть книги, которые запрещены в Казахстане. Допустим, книги Фетхулла Гулена и так далее, и так далее. Это все надо пересмотреть. Если на то есть разрешение, в этом нет проблем. Но самое лучшее эти книги взять в мечети.